ынтасы бар тұрғындар үшін керемет мүмкіндік жасалуда. Облыс бойынша 20 мемлекеттік тілдерді оқыту орталықтары қызмет атқаруда. Тілді үйренуге ниет білдірушілер үшін ерекше форматтағы жаңа жоба іске қосылды. Осы мақсатта Қостанай облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының бастамасымен ағымдағы жылы наурыз айынан бастап Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығы, Рудный қалалық, Қарабалық аудандық тілдерді оқыту орталықтарында Сөйлетайм клубы ашылды. Алдағы уақытта да аталған жобаны барлық өңірде ашу жоспарлануда. Клуб жұмысының негізгі бағыты қазақ тілін еркін форматта, грамматикасыз, өзара тілдесу арқылы тез әрі оңай үйрену. Клуб мүшелері аптасына бір рет әртүрлі алаңда кездесіп, мемлекеттік тілде берілген тақырыпта өзара сұхбаттасады. Клубқа кез келген қала, аудан тұрғыны жазылып қатыса алады. Қымбатты жерлестер, қазақ тілін үйренейік, қазақ тілін үйретейік жобасына атсалысыңыздар. Біз сіздерді қазақ тілін тегін және тез үйренуге шақырамыз.